фобияңыз? Мықты университет. Семей медицина университеті екі сөзбен. Адам, әділ. Соңғы рет қашан төбелестіңіз? Марттың басында, февральдың аяғы, марттың басында. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта барлықтарыңызға таныс, қысқа нұсқа таныстырып өтейін. Семей медицина университетінің ректоры, медицина ғылымдарының докторы Жүніс Ферсін Тұрсынханұлы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіздер. Егер дайын болсаңыз, бастайық. Жақсы. Ерсін Тұрсынханұлы, енді сізге қойылатын сұрақтардың ішінен таңдап отырған кезде ойладым енді. Туған жеріңіз, туған күніңіз туралы мысалы ұсақ тек сұрақтар қоймай, нақты халықтың көкейінде жүрген сұрақтарды қоямын деп шештім. Биылғы жылы, яғни 2021 жылы ректор университетте қалады ма? Енді оны біздің акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің, онан кейін басқармаға қойылған индикаторлар бар, университеттің даму жоспары бар. Сол жоспарларда, сол индикаторларда егер біз сапалы орындап, ары қарай директорлық кеңес пен акционерлік денсаулық сақтау министрлігінің бізге қойған тапсырмаларын сәтті орындап шықсақ, ары қарай сол денсаулық сақтау министрлігі мен директорлар кеңесі шешеді, ары қарай басқарма мен басқарма төрағасы ректормен келісім шартты жалғастыру керек па, жоқ па? Мен алдын ала болжап айта алмаймын. Жалпы ешкімге ешқандай құпия емес. Былтырғы өткен жылғы нәтиже бойынша осы жылдың 12 майында барлық басқарма мүшелерімен, оның ішінде менімен келісім шарт бір жылға ұзартылған болатын. Енді қазір өздеріңіз білесіздер, корпоративтік басқару ғой. Корпоративтік басқару бойынша әрбір басқарма мүшесіне, оның ішінде ректорде де өзінің KPI дейді, индикаторлық көрсеткіштері бар. Сол көрсеткіштер жылдың басында тағайындалған, егер уақытында сапалы орындалып жатса, ары қарай директорлар кеңесі денсаулық сақтау министрлігіне, министрге қарастыру бойынша, ары қарай келісім шарт создыру бойынша ұсыныстар береді. Оның үстінде әрбір университеттің, осы біздің университетінде ректордың акционердің алдындағы есебі бар. Ол енді келесі жылы ақпан уақытында болатын шығар, қаңтар-ақпан уақытында. Сондықтан да оның бәрі бізге байланысты емес, біздің жұмысымызға байланысты, сапамыз, қызметіміздің сапасына байланысты. Сонымен қоса ұжымның да қазір енді ешкімге құпия емес, ұжымның коллективінде өзінің осы басқарманың жұмысына берген бағасына да көп байланысты. Яғни біз егер бір семья ретінде үлкен университеттің барлық өзімізге қойған көрсеткіштерімізді сапалы жоғары деңгейде орындап шықсақ, мүмкін директорлар кеңесі болмаса денсаулық сақтау министрлігі ары қарай қарастыруы мүмкін. Керемет жауап болды. Сіздің ұстазыңыз Аманғазы Масалимұлымен сұхбат жасаған кезде, сізді студент кезіңізде үлгілі студент, тәртіпті, сабағын жақсы оқыды деп айтты. Студент кезіңізде шынымен де қандай болдыңыз? Және де соңғы рет қашан төбелестіңіз? Енді ұстаздың үйтіп берген бағасы біз үшін енді өте үлкен мәртебе. Оқушы ұстазынан ондай баға алып жатса, мен өзіңізден бірінші естіп отырмын. Енді студент кезімізде әрқайсымыздың шұқыр арманымыз болды ғой. Семей медицина институтын, ол кезде мемлекеттік институт қой. Аман-есен бітіріп, осы медицина білімін, ғылымын, технологиясын игеріп, одан кейін халыққа, мемлекетімізге ақылы табзал жан болып, дәрігер болып қызмет ету деген ниет болды. Сондықтан да студент кезінде, енді студенттік қызықтың бәрінде көрдім деп айта аламын. Тек қана басқа
жағына қарастырмай тек қана мен күні түні кітаппен отырдым деп айта алмаймын. Оның ішінде спортқа да, оның ішінде жаңағы ұйымдастыру шараларына да қатысуға тырыстық. Жаңағы ол кезде сельхозка дейді, бірінші курста оқып жүрген кезде оған да қатысуға қатыстық. Жаңағы студенттік құрылыс отрядына баруға тырыстық. Енді біз оқып жүрген кезде ол тоқтап қалды. Енді жалпы медицинаға енді өзімді кездейсоқ келдім деп айтпаймын. Өзімнің таңдауыммен келген мамандығым. Сондықтан да студент кезінде өзіме жүктелген, яғни студент ретінде арманымды іске асыру үшін жақсы, сапалы оқыдым деп айта аламын. Оған ең бірінші ұстаздарыма рахмет айтамын. Өйткені студенттің жақсы, ынталы оқуы, қазір өзіміз жоғары мектепте оқып отырмыз, өзіміз студенттерге білім беріп жатқан кезде осы ұстаздардың қаншалықты мәнін, маңызын көріп отырмыз. Яғни студент кезімізде осы біздің қазіргі университеттің профессорлық оқушылық құрамының арқасында көптеген жастар, оның ішінде мен де бармын, өзім сол медицина саласына білімді сапалы болуға ынталандым. Енді біреу біледі, біреу білмей шығар, оны мен қоса енді жасыратын жоқ. Ертерек үйлі болдық. Студент кезімде шаңырақ құрдық, үйлендік, баламыз болды. Сондықтан да екінші бір стимул, немесе ынта, сол семьямды асырау, ертең өз мамандығын иесі бола жүріп, сол ата-анаңа, туған туыстарыңа, өзің семьяңа, өзіңнің қызметіңмен, жаңағы еңбегіңмен дәлелдегіміз келді. Сонымен қоса енді жасыратын жоқ. Біз енді, мен өзім туған жерімді білесіздер, Шекара ауданы, Қазақстанның ең бір шетінде, түкпірінде, сол түкпірден, ауылдан келген көп жастардың бірі болып, бізде сол өзіміздің білімімізді, өзіміздің жаңағы арманымызды іске асыруға барлық күш-жігерімізді жұмсадық. Енді оның ішінде сол студенттік өмірде оқып жатқан кезде профессорлық оқушылық құрамында кафедра меңгерушілері, кейбір доценттер, әрбір епті студенттерді сондай білімге, сабаққа жақсы, жаңағы ерте клиникалық жұмыстарға араласқан студенттерді, ұлдарды, қыздарды баулуға тырысты. Студенттік ғылыми жаңағы кружоктарға, студенттік жастар ғылымына сол кезде бірнеше медицина ішіндегі бағыттарды қарастырып жүрдік. Енді травматология, ортопедияда жасыратын жоқ, ол кезде мен бір өзімде ынталанғаным, жарақат бөлімінде санитар болып бастадым. Бірінші курсты оқып жүрген кезде Водников дейді, ескі бірінші қалалық ауруханасында. Онан кейін медбрат болып істедік, қабылдау бөлімінде, онан кейін операциондық блокта. Сол кезде көріп жүрдік травматологияны. Онымен қоса енді жасыратын жоқ, мен өзім әкемде құқық қорғау органдарында жұмыс істеді, мемлекеттік автоинспекцияда. Ол кісіде сол автоаварияларды, автокатастрофаларға жиі шығатын. Кейде жолда келе жатып, әкеммен бірге сондай жағдайлардың үстінен көрген кезде, адамдардың аварияға түсіп жатқанын, жарақат алып жатқанын көрген кезде ойлайтын, бұндай осындай жарақат алған кісілерді қалай емдейді екен, кім емдейді екен, қалай өмірін ары қарай алып қалады екен деп. Сонымен қоса енді жаңағы үлкен курстарға келген кезде өзі көптеген басқа да студенттеріне, әріптестеріміздің басынан өтті ғой. Үлкен курстарға келген кезде тоқтала бастайсың, қай мамандықты таңдау керек екенін. Мысалға біздің топта оқыған тағы бір екі студенттерге бізге мысалы акушерство гинекологияға ұсыныс түсті. Маған да айтты, жақсы акушер гинеколог боласың, бізге кел, үлгерімің жақсы екен,
сабаққа уақытында келесің, босқа жібермейсің сабақты деп. Травматология болды таңдауымыз. Енді басқа салаларға көп қызыққан жоқпын. Сондықтан осы ол кезде кафедра меңгерушісі Жынасбаев Аманғазы Масалиевич 4-ші курста біз келдік. Доцент Молдаханов Амангелді Молдаханұлы, ол кісі өзі бүтін кісі емес. Өзінің пәнін бізге оқытып жатқан кезде баулыта білді. Сондықтан да осы студенттік кезімізде өте қызықты өтті деп айта аламын. Студент кезімде енді жасыратын жоқ, біз 90-шы жылдары бір ауыр жылдарда оқыдық. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары мына ертістің жағалауындағы 6-шы жатақханада тұрдық. 4 жыл тұрдым. Ол кезде енді өкінішке орай жастардың арасындағы қылмыс та көп жоғары болды. Көптеген сондай себепсізден себепсіз жаңағы ұрыс керіс төбелес болып жатқан үстінде түсқан күндеріміз болды. Қазір ондай жағдайлар жоқ, тәртіп жақсы. Жалпы мемлекетімізде, қаламызда, оның ішінде біздің университеттің ішінде де тәртіп өте жоғары ғой. Студент кезімізде енді болған жоқ деп айта алмаймын. Мен жаңа айтып отырмын, травматологиялық бөлімде, қабылдау бөлімде медбрат болып істедім, санитар болып істедім. Сол кезде неше түрлі криминалды жағдаймен келіп науқастар түсіп жатты, ішіп алған мас кісілер келеді, оларды жаңағы қасында жүргендер бар, аузына келгенін айтып боқтайды, не болмаса ұрып жүреді деген сияқты. Сол кезде қарсыласып күш көрсетуге тура келді. Енді мектептің кезінде күреске қатыстық, қазақша күреске. Самбоға сол кездегі біраз білетін тәжірибеміз, приемдарымыз бар. Ал енді өз басым бір төбелес қозғап, не болмаса біреумен ерегесіп төбелес көрген емеспін, қол жұмсап. Соңғы рет қашан төбелестім дейсіз, есімде жоқ мен. Студенттік кезінде? Студенттік кезімде енді сол 4-ші курс оқып жүрген кезде сол қабылдау бөлімінде БСМП дейді ғой, қалалық орталық ауруханада, ана жерде жаңағы бір ресторан бар, Бугорок деген. Содан шыққандар келіп біздің аурухананың жанында төбелесті де, соның ішінде бір-екеуі таяқ жеп, қансырап, жаңағы бізге қабылдау бөлім қыздары жүгіріп келді. Ар жақта осындай төбелес болып, 2-3 кісі пышақтап кетті ғой, қанап жатыр деп. Мен оперблоктың медбратымен жүгіріп шықтық. Өзіміздің дәрігерлер бар, бәріміз жүгіріп шығып едік. Ана жаңағы жарақаттанғандарда больницаға қарай біреу каталканы алып келді, біреу көтеріп жатыр, сөйтіп жатыр едік. Ана басқа төбелескендер келіп мен төбелесе кетті, аналарға көмектесіп жатсыңдар деп. Кешке таман болатын, біздің андай форуммен қалатпен жүргенімізді байқамай қалды ғой. Сол кезде бір төбелескенім бар, жұдырықтасуға тура келді. Өйткені көп біз ана таяқ жегендерді больницаға сүйреп алып бара жатсақ, өзімізді сабай жөнелген кезде қарсыластық. Кейіннен, онан кейін ол кезде милиция, қазір полиция келіп, ертеңінде бізді шақырып, ішкі істер бөліміне, сіздер осылай төбелескенсіңдер деп. Соны анық-қанығына жеткеннен кейін барып, көздері жетті, осылай біз керісінше. Онан кейін студенттік кезімде жатақханада, не болмаса басқа жерде төбелестім. Ондай басымнан өтіп көрген жоқ. Жақсы, сіз жаңа ұстазыңызды айтып жатырсыз. Сүйікті ұстаздарыңызға сыйлық берген кездеріңіз болды ма? Немесе мұғалімдерге сыйлық берген қаншалықты дұрыс? Жоқ, өз басым енді жасыратын жоқ. Көптеген курстастарым бар, ұстаздарым бар. Енді қазір басқарма төрағасы болғаннан кейін көп біледі ғой, қандай студент болғанымызды, қалай оқығанымызды. Таза біліммен оқыдым деп айта аламын. Ешқашан бір ұстазға не сыйлық, не болмаса басқа да бір кәде или басқа бірдеңе жасаған емеспін. Оған енді жаңа айтып отырмын, мен өзім жаңағы офицердің семьясынан, әкем өмір бойы құқық қорғау органында істеді. Біздің үйде тәртіп қатты болды. Мен
көпке дейін жалғыз ұл болдым үйде. Екінші кенже інім дүниеге келгенше. Содан кейін ба әкем кейде кейіннен айтатын, жалғыз ұл ерке болып кетпесін деп қатты ұстадым деп. Өзі офицер болғаннан кейін. Сондықтан да бізді солай әке шешеміз тәрбиеледі. Ең бірінші айтатын, адал бол, таза бол, ешкімнің ала жібін аттама деп. Сол біздің жәнегі тәрбиемізге сіңген. Сондықтан да ал енді ұстазға ең жақсы сыйлық ол шәкіртінің жеткен жетістігі, әсіресе ғылыми жетістіктері. Мысалы мен өзім тағдырыма ризамын, ұстазға баймын. Аманғазы Масалевич Жанаспаев ол кісі кандидаттық диссертациям кезінде ең алғаш ғылымға, клиникаға баулыған ұстазым болса, екінші ұстазым травматология ортопедия ғылыми зерттеу институтының директорының орынбасары болды. Баймағамбетов Шалғынбай Абжанович деген кісі, ол кісі осыдан 2 жыл бұрын өтінілік болды. Докторлық диссертациямның жетекшісі. Сол кісімен 8 жылда мен докторлық диссертациямды жазған кезде сол кісі маған ғылыми жетекші болды. Қорғайтын кезде 2008 жылы жаңағы докторлық диссертацияның апробациясын өтіп жатырмыз. Москваға, Курганға, Оренбургқа мен оппоненттеріме барып, өзім диссертацияларымды жаңағы талқыладым. Енді осы 6 ай бұрын ба жаңағы қорғайтын күніңді анықтайды. Содан кейін диссертациялық кеңестің алғашқы отырысында күнін тағайындаған кезде жаңағы басқа да қорғайтын кісілердің арасында қарап, календарьды қойып жатқан кезде маған айтты, 13-ші наурыз күні қоямыз деді. 2009 жылы 13-ші наурызға қоямыз диссертациялық қорғауыңыз деп. Календарьға қарасам, ол жұма екен. Орыстарда жақсы мақала бар, 13-й пятница деп. Мен бірден айттым, 13-ші пятница екен, басқа күнге қоюға болмай ма деп. Содан кейін ғылыми жетекшім айтты, жоқ, осы күн жақсы күн екен, осында қала берсін деп. Содан кейін диссертациялық кеңес келісті. Содан кейін 13-ші жұма күні 2009 жыл қорғадым. Аман-есен қорғап, жәнегі сол күні қорғауым өткеннен кейін кешкісінде ғылыми жетекшімді үйімді апарып тастадым. Үйіне келгеннен кейін айтады, үйге кірерсің. Соны айттым, жоқ, кеш болып кетті ғой, рұқсат болса мен үйге жүремін. Жоқ, үйге кір, үйде дастархан жайылып тұр. Бүгін менің туған күнім, сен менің туған күніме үлкен сыйлық жасадың, докторлық диссертацияңды сәтті қорғап шықтың деп. Сонда сол ұстазыма өзімнің ғылыми диссертациямды қорғау арқылы жаңағы Шалғынбай Абжановичтың 13-ші наурыз жұмаға қарамай тұра берсін деген сол екен. Артынан өзі айтады, өзім туған күніме шәкіртім сондай бір жақсы сыйлық жасайтын шығар деп, сол диссертацияны қорғау арқылы. Өйткені мен ол кісінің ең бірінші докторлық диссертанты болдым, оқушысы. Біріншіден, екіншіден, мүмкін ең маңызды шығар, травматология ортопедия ғылыми зерттеу институтынан шыққан ең бірінші доктор, медицина ғылымдарының докторы мен болдым. 2001 жылы ашылған институттың травматология ортопедия ғылыми зерттеу институты екенін ғылыми еңбекпен дәлелдегендердің біреумін. Сонда сол ұстазым айтты да, осы менің туған күнім өзінің туған күнін айтып жатыр да, травматология ғылыми зерттеу институтының алғашқы докторы ретінде сол күнді таңдадық деп. Сондай жазылмаған дәстүр бойынша ғылыми жетекшіме тартуым болды. Үмітін ақтау үлкен сыйлық. Қазір де солай. Қазір де мысалға әсіресе жастар, студенттер білім оқып жүрген кезде кейін ғылымға барамын десе, олар үшін де маңызды болу керек. Қазақта бір жақсы сөз бар, сүйекке таңба түсірмеу керек деген. Қаншама білімді, ғылымды, клиниканы игерген азамат не азаматша болып шықсаңыз, ең бірінші сіз соны ойда ұстауыңыз керек. Ертең өзіңіз ұстаздарыңызға, өзіңіздің оқып шыққан оқу ордаңызға, ата-анаңызға сөз келтірмейтіндей жұмыс істеймін, қызмет етемін десеңіз, әрқашан биіктерге жететін шығарсыз деп ойлаймын.
Сіз үшін тірі жүрген адамдардың ішінде аңыз адам кім? Дүние жүзінде Иә, әлем бойынша. әлем бойынша ма? Менің ойымша Билл Гейтс аңыз адам. Менің мамандығыма, біздің медицинаға арақатынасы жоқ болса да, әлемдік деңгейде технологияларды өзгерткен адамдар. Яғни әлемді аударған адам деп айтуға болады. Өзінің сондай өте жоғары интеллектуалды адам екені, әлемді, халықты, адам баласын ойлайтын адам екенін қазір көріп отырсыз ғой. Билл Гейтстердің семьясы өздерінің қаншама миллиардтаған табыстары болса да, әртүрлі жобалар жүргізіп жатыр. Мысалы, Африкада ашаршылық болған, су жоқ, не болмаса басқада күрделі емін таппаған ауруларға жұмсап жатыр қаражаттарын. Ол кісілер өздері кезінде жаңағы әлемдік технологияларды, компьютерлік технологияларды жаңағы программалық жасау арқылы әлемде жаңағыдай төңкеріс жасаған адамдар. Сонымен қоса, қарапайым, сонымен қоса жаңағы дүние жүзіндегі халықты, елді, адамзатты ойлайтын адамдар. Сол кісіні аңыз адам деп есептеймін. Пандемия кезінде жалғыз отырып ойланған кезіңіз болды ма? Қандай нәрсеге ой түйіндедіңіз? Өкінішке орай ондай отырыстар көп болды. Өйткені таңның атысы түннің батысына дейін жұмыстамыз. Сол кезде көптеген жалғыз отырып ойланған сәттер болды, оны жасырмаймын. Әсіресе қалай біз осы пандемия кезінде өзіміздің университет ретінде ғылыми медициналық технологиясы бар орда ретінде қалай біз осы әлемдік пандемияға қарсы төтеп бере аламыз. Сонымен қоса ең бірінші жаңағы айтқандай сүйекке таңба келмес үшін деген сияқты қалай университетте ұжымды ұйымдастыра білеміз. Жаңағы пандемия қарсы кезінде өзіміздің әріптестерімізге қалай ғылыми жағынан болсын, білім беру жағынан болсын, клиникада болсын, ауруханалардағы жаңағы жұмыстар жүріп жатқан кезде. Өйткені біз енді өзіміздің мәдениетімізге байланысты, өзіміздің дәстүрімізге байланысты қазақ айтады, үлкен ауыр сөздің қорқасың. Ертең мысалы пандемия біткен кезде бір жерде болмасын, бір жерде қоғамда Сөздер айтты. тойдан болсын, не болмаса бір жерде біреу бетің айтса, қаншама мықты медициналық университеттің дедіңдер, қаншама профессормын дейсіңдер, қаншама атақты ғалымбыз дейсіңдер. Пандемия кезінде халықтан аман-есен алып қалмадыңдар, қаншама халықты қырып алдыңдар деген сондай сөзге қалып қалмаймыз ба? Қалай біз осыны ұйымдастыра білеміз, қаншалықты біздің қабілетіміз жетеді деген көптеген күндер болды. Онымен қоса өзіңіз білесіз, пандемиямен қоса кризис қосылды. Коллективтің жалақысын уақытында төлеу, қысқарту болмау, әркімнің өзінің үміті бар. Пандемия кезінде жұмыссыз қалдырмау, жаңағы түсіп жатқан табысты, яғни экономикалық балансты университет ұстап қалу, қаншалықты алдын ала болжай аламыз, қай жерімізде бізді қатты кризис күтіп тұр, қай жерден біз жақсы, сәтті, сапалы шыға аламыз деген. Енді бір емес, бірнеше 100 рет ойланып, осы күндердің әлі күнге дейін ойланатын сағаттарымызда, сәттерімізде көп. Өйткені міндет ауыр, мыңдаған студенттер бар, ғалым клинициясы әріптестеріміз бар, университеттік филиалдары бар. Соның бәрін ұйымдастыру, ұштастыру, ұжымның көңілінен шыға білу, айтқан ұсыныстарыңды дұрыс жеткізе білу, қолдау табу. Енді бірінші басшыға, ректорға үлкен ауыртпалық түседі ғой. Егер осы уақытта
ұжымды біріктіре алмасақ, ұйымдастыра алмасақ, әрбір істеген ісімізді үйлестіре алмасақ, онда өзінен өз ертең өзімізде біріншіден көңіліміз толмайтын болады. Ең негізгісі өзіміздің коллектив ұжымды айтады. Осындай уақытта бәріміздің басымызды қоса алмаған, ұйымдастыра алмаған басшылар бізге қай күнімізге керек деді мысалы. Сондай ауыр жағдайлардан дұрыс шығу, біз қаншалықты менеджерміз, қаншалықты дұрыс өз орнымызда отырмыз. Басқа күндері пандемия жоқ кезінде, кризис жоқ кезінде жеткен жетістіктердің бір бөлік, оны топ менеджерлерді жақсы біледі. Бізде мысалы өз басым шетелде оқыған кезде бізге айтатын топ менеджерлер тыныш, қалыпты уақытта ол топ менеджер дейді. А кризис уақытында, жағдай қиын уақытында, ол кезде уже топ менеджердің қаншалықты сол атаққа сәйкестігін көрсетеді. Кризис менеджер ма, әлде жаңағы құр іліп алған лауазыма деп. Соның бәрі үлкен ауыртпашылық болды, болған жоқ деп айта алмаймын. Сол кезде біздің ұсыныстарымызды, ұжымның ұсыныстарын біз бір ауыздан бәріміз біркелкі қабылдап, шешім тауып, сөйтіп шығып келе жатырмыз. Ұжымға көп рахмет айтқым келеді осы бүгінгі сұхбатты пайдаланып, өйткені бірінші күннен бастап қолдады, бірінші күннен бастап осы ғылыми жұмыстар жүргізу бойынша практикалық денсаулық сақтау саласына көмек туралы әртүрлі шараларды ұйымдастыруда коллектив бірден қолдап отырды. Ол енді өте маңызды бірінші басшы ретінде. Сол қолдаудың арқасында бізде сенімді ары қарай қорықпай жұмыс істей бастадық. Кризистен де басқасынан да. Енді жасыратын жоқ, кей жерде қатты ұстайтын, тәртіп қатаң талап ететін сәттер болды. Онсыз болмайды. Өйткені мұндай кризис кезінде, осындай пандемия кезінде бірінші басшы ректор абылжып отырса, өзі не айтып не қойғанын білмесе, оны кризис менеджер айтады. Онда біз ешқайдан шыға алмаймыз. Сондықтан жасыратын жоқ, қатты басып жүретін жерлер де болды. Мен айттым, осыны істеу керек дейтін жерлер болды. Сол кезде көптеген өзіміздің әріптестеріміз көтере білді. Әлі де артынан нәтиже шыққан кезде бір-бірімізден кешірім сұрап жаттық. Көрдің ғой міне қалай нәтижені шыққанымызды. Қателіктер де болып жатты, енді оны айту керек. Кризис деп айтып жатырсыз. Пандемия кезінде кризиске қарсы бағдарлама ойластырылған болатын. Осы бағдарлама қаншалықты сәтті болды, және де ұтымды жақтарын айтып берсеңіз. Біз енді біздің университет, жалпы ұжым ең бірінші съез қойдық деуге болады. Марттың басында, февральдың аяғы, марттың басында біз әлемді жан-жақты зерделеп отырдық. Әрбір жиналыс өткен сайын мен әріптестерім айтып отырдым, аналитикамен айналысу керек, рискті білу керек, болжауымыз керек деп отырып. Сол кезде енді жаңа айтып отырмын ғой, кризис менеджерлер мықты кризис менеджер болса ертерек сезеді. Сол кезде мүмкін біздің сол енді қасиетіміз бар шығар ма деп ойлаймын. Мен оның өзіміз баға беру қиын, оны ұжым береді, немесе басқа халық беретін шығар. Әкімшілік бойынша жаңағы директор департаменттер бар, біздің басқарма бар, орынбасарларымыз бәріміз бір ауыздан шештік, бізге антикризистік команда құру керек. Оны алдында құпия құрдық. Өйткені ұжымды халық шошытып алмау керек болды. Ешкімге үрей туғызбау керек болды. Соны жасырын түрінде команда құрдық та, содан командаға тапсырма бердік. Осы бағытта жұмыс істеңдер. Одан кейін команда жұмыс істеп, нәтижесі шыға бастаған кезде уже жаңағыдай жарияладық, айттық, осыны антикризистік команда құрдық, міне бұйрық шықты. Оларға 2 ай уақыт бердік, олар 2 айдың ішінде жаңағы бағдарламасын жасады. Қай жерде біздің табыстарымызды ұлғайтуымыз керек, қай жерде шығындарымызды қысқарту керек, тағы қандай бағыттар бойынша күш салуымыз керек. Соның бәрін реттеп алып келдік те, енді міне жылдың аяғында көріп отырсыздар, сол уақытылы антикризистік команданы құрудың, бағдарламаны іске асырудың
біз жаңағы сәтті шығып келе жатырмыз. Сол кезде апрель айларында ғылыми кеңеске шығардық, айттық 430 миллиондай біздің жаңағы жылдық дамуға салынған қаражатты қысқартайық. Басқа да ғылыми проекттарға жүріп жатқан проценттерден қысқартайық. Өйткені алдыда кризис келе жатыр. Барлығымыздың зарплатамыз, жалақымызды ұстап қалуымыз керек. Қосымша жаңағы үстемақыларды төлеу керек деп. Сол кезде ұжымда толық түсініп отырды, қолдап отырды. Яғни әсіресе ғылыми кеңес шығарған кезде, енді өздеріңіз білесіздер, бізде классикалық корпоративті басқаруды кіргізіп отырсақ та, классикалық жоғары оқу орнындағы жүргізу ғылыми кеңес. Ғылыми кеңестің шешімімен талқылап. Ол кезде де сұрақтар болды, ол кезде де жеке мен өзіме сұраған кісілер де болды. Неменеге қорқып жатсыз? Қаншалықты осы қажет деген. Сол кезде енді айттық. Енді өзіміздің де тәжірибеміз, осы уақытта біліміміз, жаңағы іскерлігіміз осындай да көріну керек шығар деп ойлаймын. Сондықтан да антикризистік команданың жасаған бағдарламасы іске асып келе жатыр. Ол толық әлі іске асып біткен жоқ. Ол 2,5-3 жылға арналған бағдарлама. Ары қарай да соның нәтижесін көреміз деп ойлаймын. Команда деп айтып жатырсыз ғой. Башкент университетімен серіктестіктің 3 тиімді жағын айтып бере аласыз ба? Башкент университетінің серіктестігінің ең негізгі тиімділігі ол халықаралық деңгейде университетті қалай ұйымдастыру керек екеніне тағы да бір сол серіктес арқылы көз жеткіздік. Башкент университеті мысалға 25 жыл ғана болған тарихы бар университет, ал әлемдік университеттердің арасында 200-ке кіреді мықты университеттің. Сол кісілердің жаңағы сол жүріп өткен жолдарын біз үшін өте үлкен басты. Екінші, кадрларды, адами капиталды дамытудағы сол кісілердің мықтылығын бізге кіргізіп жатырмыз, кіргіземіз де. Башкент университеті мысалға жекеменшік университет бола отырып, өздерінің ішіндегі кадрларды қалай дайындайды, жан-жақтағы мықты ғылым, клиника, ұйымдастырушы кадрларды өздеріне қалай баулайды, жастардың ішінен селекцияны қалай жасайды, және студенттік кезден қазір кіргізіп жатқан элементтерінің көбі сол Башкент университетінің алды. Студенттік кружок дейді, ғылымға баулу, соның ішінен лидерлерді тәрбиелеу, солардың ішінен ең мықты ғалымдар шығу. Мысалға Башкент университетінен бізде 1,5 жыл Сердар Фазыл жұмыс істеді ғой. Өздеріңіз білесіздер, Сердар Фазыл Хаджитепе университетін бітірген. Түркиядағы нөмір 1 университет. Одан кейін ақшта Джон Хопкинс орталығында болған. Өте мықты жаңағы ковидті зерттейтін университеттің бірі, жаңағы Хопкинс университеті. Сонымен қоса жаңағы Түркияның денсаулық сақтау министрлігінде жұмыс істеген, ең алғаш жаңағы сақтандыру медицинасын кіргізген, жаңағы интеграциялық білім, медициналық білім беруді 41 мектепке кіргізген Түркиядағы. Сондай мықты маманды Башкент университеті өзінде ұстап отыр. Басқа университет емес. Түркияда мысалы 100-ден астам университет болса, оның ішінде 50-ден 60-тан асқан медициналық мектеп болса, сондай кісілер мысалға сол Башкент университетінде сол кісілердің жаңағы кадрларды баулу білу екінші басты бағым деп білемін. Үшінші, шаруашылық жүргізу. Яғни Башкент университеті арқылы біз көрдік қаншалықты университеттер өздерінің тиімді экономикалық баласын ұстап отыру керек. Шығындарды қалай азайтуға болады. Сол Башкент университеттің көргеннен кейін, мысалға бізде жаңағы жиһаз цехын аштық, тігін цехын аштық, теплицаны аштық, ремонт мобильді бригаданы аштық, аудио студия жаңағы жазба орталығын аштық.
сондай сол осы үш бағыт арқылы біз Башкент университетінің мықтылығын көрдік. Солардан бізге серіктестен сондай басым бағыттарда қабылдап алып жатырмыз. Енді ол кісілер де бізге келген сайын айтады, сіздердің университеттеріңіз өзінің дәстүрімен мықты, көптеген дәстүрлеріңізді саралап ұстап қалып отырсыңыздар. Реформа деп жүріп, басқа өздеріңізді құнды дәстүрлерді бұзып алмаңыздар деп. Ол жағынан ең жақсы сондай ашық, сенімді қарым қатынасы болды, әлі болады деп ойлаймын. Америка құрама штаттарында өзіңіз білім алдыңыз. Америка құрама штаттарында барлығы ағылшынша оқиды, сөйлейді. Мысалы, Ресейге қарасақ, барлығы орыс тілін білмеген адам Ресейде жұмыс істей алмайды. ақш-та ағылшын тілін білмеген адам жұмыс істей алмайды. Сіздің ойыңызша, мемлекеттік тілді білмеген адам университетте жұмыс істей ала ма? Енді әрбір мемлекетте өзің сыйласаң, тұрып жатқан жеріңді, қоршаған ортаңды, қасыңдағы әріптестеріңді, достарыңды онда білу керек деп ойлаймын. Енді мемлекеттік тіл деп айтамыз, біз үшін енді ол ана тілі. Мен өзім жалпы қазақ тілі немесе мемлекеттік тіл дегеннен гөрі ана тілін деп айтқанды жақсы көремін, өйткені өзімнің анамның үйреткен тілі ғой енді. Ал енді Қазақстан көп ұлтты мемлекет, оның ішінде біздің университетте көп ұлтты. Жалпы сол тілді білгендері дұрыс қой деп ойлаймын, өйткені студенттердің арасында көп тілдік жүріп жатыр қазір. Көптеген басқа ұлттық студенттер қазақ тілін дейміз ғой енді жақсы игерген қазір мектептің деңгейінде. Сондықтан да білу парыз деп ойлаймын. Сонымен қоса енді бірақ біз медициналық жоғары оқу болғаннан кейін мен тілге байланысты бәріне сондай қатты талап қоям деп айта алмаймын. Өйткені біз медициналық университет болғаннан кейін әртүрлі ұлттың студенттері оқып жатыр. Басқа мемлекеттерден балалар келіп оқып жатыр студенттер. Сондықтан үш тілді, одан да көп тілді білсе, біздің профессорлық оқушылық құрамы немесе студенттер, біздер ол енді нұр үстіне нұр болатын еді. Ағылшын тілінде міндетті түрде медицина қазір қарқынды дамып жатыр, әсіресе медицина ғылымы. Сондықтан да ағылшын тілі енді біздің студенттер үшін, біздің профессорлық оқушылық құрамы үшін маңызды деп білемін. Ол болу керек. Орыс тіліне келетін болсаңыз, енді орыс тілі біздің қаншама 70 жылдан астам тарихы бар. Кеңестер одағының кезінде қалыптасып кірген тіл. О тілде де дүние жүзінде миллиондаған адамдар армандайды орыс тілінде сөйлесем деп. Біз сөйлей аламыз. Сондықтан да медицина саласында жүргеннен кейін өзіміздің болашақ дәрігерлерге біз алдыңыздағы науқасты тіліне, дініне, жәнегі көзінің немесе терісінің түсіне қарамай адам баласын бірдей көрің деп тәрбиелеп жатқан кезде, енді тек қана сен бір-ақ тілде сөйле деп айтқанымызда дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Сондықтан үш тілді еркін сөйлесең, одан да көп тілді берсең, ана тіліңді құрметтесең, одан артық тіл бағытында жетістік жоқ деп ойлаймын. Білген дұрыс. Тіл тақырыбын жалғастырсақ, әлемнің дамыған 500 университетіне кіру үшін біздің студенттер ағылшын тілін жетік меңгеру керек пе? Ол 500 дамыған университетке кірмей-ақ білу керек. Қазірдің өзінде және де біздің студенттер ішінде қазір көп ағылшын тілін жақсы білетін студенттер. Өйткені қазіргі балалар біледі, мектепте оқып жүрген кезде біледі. Ағылшын тілін білсем, мен көптеген басқа да жетістіктерді оригиналдан оқи аламын деген. Сондықтан да ал енді кейбір кезде студенттер бар, кейбір енді мүмкіндік болмаған шығар, немесе бір алыс ауылда мектепте оқыған шығар, ағылшын тілі жоқ жерде.
ағылшын тілін беретін, не болмаса пәнін өтетін, не болмаса интернет арқылы курстарға жазылып оқи алмайтын. Оларға да ешқандай кеш емес. Бірінші курсқа келіп түскеннен кейін айландырған жарты жыл, егер мықты өзіне талап қойса, 1 жылдың ішінде үйреніп алады. Орта бар мысалға, әсіресе өзінің студент болып оқып жүрген кезде қасындағы ағылшынша білетін балалармен жиі араласып сөйлесіп отырса, жылдам игереді. Ақпараттық порталдар біздің университетті ең алдыңғы медициналық университеттердің қатарынан көріп отыр. Осындай университетті жоғары деңгейде ұстап тұру қиын ба? Лидерлердің тәрбиелеуінде, менеджментінде бір жақсы мысал бар. Тауға шыға білу бір қасиет дейді. Шыққаннан кейін ол таудың басында тұра білу екінші қасиет дейді. Яғни бар күш жігерін жұмсап тауға шығасың дейді. Тауға шығасың да ары қарай көңілің, ары қарай үмітің ақталу керек. Мысалға таудың басына шыққаннан кейін құлазып қалсаң, басына шықтың, түк те жоқ. Неменеге қызықтың, неменесіне шықтың деп. Сондай болмас үшін мысалға университеттің жоғары рейтингтерге жеткен ол бір қуаныш, талап. Екінші оны ұстап тұру. Екінші талап, егер ұстап тұра алсақ, ары қарай одан сайын дамысақ, өзінен өзі екінші қуаныш. Яғни сан үшін емес, сапа үшін жұмыс істеуіміз керек. Жұмыс істелініп те жатыр. Енді 67 жыл тарихы бар университет ондай биіктерге жетпей қоймайды. Бәрібір дәстүр бар, қалыптасқан мықты ұжым бар. Мысалға, оны ұйымдастыра білу, оны дұрыс бағыттай білу, жаңа мақсаттар қоя білу, ол енді жасыратын жоқ. Басқарушыларға байланысты, бізге байланысты, оның ішінде маған да байланысты. Сондықтан рейтингтен бір рейтингке жеткен сайын біз сол дұрыс жеткенімізді көз жеткізіп, оны ұстап тұрып, ары қарай дамыту ең үлкен міндет. Университет 5 жылдан кейін қандай болады? Мен ойлаймын, университет 5 жылдан кейін бұдан да ары қарай танымастай болып өзгереді. Ол заман талабы. Оны қазіргі біз жасаймыз ба, не болмаса бізден кейін келе жатқан басқа жастар жасай ма, уақыт көрсетеді. Бірақ университеттің тарихын қазір саралап қарап отырсаңыз, эволюция. Әр жыл сайын эволюция. Тоқырау болмай тұрмайды. Тоқырау болған кездері де бар, оны жасырмай айтуымыз керек. Әрбір тоқырау келесі жетістіктерге стимул беретін тоқырау болып отыр. Яғни эволюция міндетті түрде жүреді. Ол заман талабы. Егер университетті ұстап қалатын болсақ, университетті ары қарай дамытамыз деген болсақ, онда өзгерістер болу керек. Мен өз ойым, жаңағы аналитик ретінде айтатын болсам, 5 жылдан кейін университет үлкен жетістіктерге жетеді деп сенімдемін. Және QS деп жатырмыз, халықаралық аккредитация деп жатырмыз. Университеттің өзінің мықты ғылыми орталығы болады деп жатырмыз. Жәнегі университет Қазақстандық емес, әлемде өзінің ары қарай да орын алады деп жатырмыз. Егер дұрыс мақсаттар қойсақ, таза жұмыс істесек, ұжымның мықты жігері болса, студенттеріміз алғыр болса, қойған мақсаттары жоғары болса, онда міндетті түрде жетеміз, сенімдімін. Семей медицина университеті 2 сөзбен. Семей медицина университеті бұл жоғары сапалы мамандар дайындайтын университет. Ал 2 сөзбен қалай айтып жүрсіңіз? Мен 4 сөзбен айттым сонда? Иә. Семей медицина университеті мықты университет. Басқарма төрағасының ректоры ретінде жұмыс атқарасыз, сонымен қатар уақыт тауып операция жасайсыз.
операция жасау сіз үшін не? Қай жаққа басымырақ? Жан рахаты үшін жасайсыз ба, әлде халық сіздің тәжірибеңізге мұқтаж ба? Енді біз айтып жатырмыз ғой, университетте істейтін профессорлық оқушылық құрам ол үштікке сәйкес болу керек дейді. Үштік дегеніміз ол мықты педагог болу керек, не бола білу керек. Екінші, ғылыми тәжірибесі болу керек ғылымда. Үшінші, мықты практик болу керек. Клиникалық технологияларды білетін, диагностиканы білетін. Осы үштікке адам сәйкес болса, яғни медицина саласында жүрген адам, әсіресе жоғары оқу орнында жұмыс істеп жүрген адам, сонда біздің студенттер сапалы маман болып тәрбиеленіп шығып та жатыр. Енді менде жүк ауыр. Яғни өзімнің әріптестеріме, өзімнің замандастарыма, менен кейінгі жастарға, не болмаса өзім алдымдағы үлкен профессор, басқа стажы, не болмаса жасы үлкен әріптестеріме үлгі бола білуім керек. Мысалға, три единства дейміз. Осы үштікке әрқайсымыз сәйкес болуымыз керек, біз мықты педагог болуымыз керек, лекция оқи алуымыз керек, жаңағы мықты оратор болуымыз керек, харизмамыз болу керек, ғылыммен айналысуымыз керек, клиникалық технологияларды білуіміз керек деп отырып, өзім соның біреуімен де егере алмай жатсам, біреу болмасын, біреу айтады, ол жақсы. Маккензи деген мықты менеджер бар, соның айтқаны бар. Please show me, don't tell me дейді. Яғни, покажи мне, не надо говорить дейді. Яғни, көрсетші маған, өзі айтпа дейді. Яғни, ісіңмен көрсетуің керек. Онан кейін енді жаңа айтып отырмын, медициналық университетті таңдағаннан кейін ең бірінші мен дәрігер боламын деп таңдайсың ғой. Ақылат абзалова боламын, травматолог болдым, жаңағы жарақат алған науқастарға өзім біліммен, жаңағы өзімнің игерген технологиямен көмегімді көрсетемін дедім. Ешкім 6 жыл университетке түсіп ректор боламын, директор боламын, министр боламын деп оқымайды ғой. Ол ары қарай өзіңнің профессионалдық дәрежеңе, нәтижеңе байланысты болады. Халыққа, елге, мемлекетке сіңірген еңбегің арқылы таңдап жатады. Сондықтан да әлі күнге дейін сол практикамен айналысқанды өзім негізгі мамандығым ретінде жақсы көремін. Екіншіден, мүмкін ең негізгісі де шығар, көптеген жағдайда, мысалға, науқастар, ауыр жағдайлар болады. Не болмаса әріптестер хабарласып шығады, осындай жағдай болып жатыр, осындай науқас жатыр, соған осындай операция жасау керек, не болмаса емдеу тактикасын анықтау керек, соған көмектесе аласы ба, ақыл кеңес бере аласы ба деп. Не болмаса өзім барып, бөлімшелерде балалар травматологиясына, не болмаса үлкендер травматологиясына барып, обход жасаймыз, шолу жасаймыз. Сол кезде талқылаймыз, енді ол біздің негізгі мамандығымыз болғаннан кейін. Ал енді бір операционға кірген кезде, операция жасап, бәрі сәтті шыққан кезде өзінен өз мораль тұрғыдан, профессионалдық тұрғыдан рахат аласың, өйткені өзің біліміңмен, ісіңмен бір кісіге осындай көмегім тиіп жатыр. Ертең ол кісінің тұрып жүргенін көресің, одан кейін ол кісінің келіп тексерілуге, қадағалауға келіп отырған кезде одан сайын жақсарып, жаңағы рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Осындай міне жүре алмай қалып едім, жатып қалып едім, тұра алмай қалып едім, қимылдамай қалып едім. Сіздің осындай сәтті операцияңыздан кейін жүріп кеттім, тұрып кеттім дегенді естіген кезде өзің білесің. Яғни осы мамандыққа дұрыс келген екен деп. Уақыт жетпейді, бірақ тырысамыз, таң 5-те, 6-та барып операция жасаймыз. Оған әріптестерімізге рахмет, дайындап қояды, ертерек келіп операциямызды жасап, соңын 9-да, 9:30-да жұмысқа келуге тырысамыз. Кейде субота демалыс, біреу білер, біреу білмейді, басқа қалаларға барып операция жасайтын болады. Алматыға, Астанаға жиі шақырады.
бір екі рет аудандарға барып жасадым. Ол енді жаңағы технологияларды біліп отырып, мен бара алмаймын, мен ректормын, мен жұмысым бар деп айту меніңше қате, дұрыс емес. Қаншалықты мүмкіндік бар, қаншалықты денсаулық бар, міндетті түрде әрбір адамға көмектесуге тырысу керек. Сондықтан әлі күнге дейін ондай консультацияларға шығады жан-жақтан. Қазір телеконсультациямен Атыраудан, Ақтаудан, Алматыдан, Семей өңірі, осы шығыс өңірі бойынша. Сол кезде мен уақытым жоқ, мен университеттің ректорымын десеңіз, онда айтады, онда халықты, елдің қамын ойламайтын, мұқтажын ойламайтын адам екен. Бұл қалай ректор отыр, бұл қалай ұжымды басқарып отыр, қалай студенттерге, басқаларға үлгі отыр дейді. Сондықтан жаңағы жүгі ауыр деп отырған мысал. Ең ұзақ жасаған операцияңыз қанша уақытқа созылды? Ең ұзақ жасаған операциям 12 сағатқа созылды. Республикалық жедел жәрдем ғылыми орталығында жұмыс істеп жүрген кезде остеонкология деген бөлімше аштық. Остеонкология деген бөлімшеде сүйектің қатерлі ісіктері бар жасөспірімдерге, балаларға, үлкен адамдарға жоғары мамандандырылған көмек көрсететін орталық болды, бөлімше болды. Мен сол департаменттің басқарушысы болдым. Сол кезде остеосаркома дейді, 17 жастағы жасөспірімнің сан сүйегінің проксимальды бөлігі жамбасқа қарай өткен остеосаркомасы болды. Енді қарапайым тілде рак дейді ғой, сүйектің рагы дейді. Сол операция жасаған кезде бізге енді сүйектің 3/2 бөлігін алып, оның орнына жасанды протез қою керек болды. Ол күрделі операция, өйткені протез бәрі индивидуалды, Швейцарияда заводта жасалынып алып келеді. Операцияның өзінің ауыртпашылығы бар. Өйткені ісік бар сүйекте, қан кету, жаңағы васкуляризациясы бәрі өте қатты дамыған. Сондықтан эмболизация жасау керек деген сияқты. Сол операцияны жасаған кезде 12 сағат жасадық. Мен енді басқа мен бригадаға ассистенттерім ауысты, мен ауыса алған жоқпын. Өйткені басынан ауыр өтті, басынан аяғына дейін операция ауыр өтті де. Ал жалпы алдын ала жоспарлаған кезде алғашқы 1,5-2 сағаттан кейін мен жарты сағатқа шығып, менің бірінші ассистентім жалғастырып, одан кейін мен қайта кіріп, сөйтіп келіскенбіз. Эмоционально күш түспейді, шаршамаймыз. 6-7 сағатта жасап шығатын шығармыз деп. Олай болмады. Таңертең 9-да басқамыз. Кешкі сағат 9-да бітті ғой. 9-дан 15 кеткен кезде бітті операция. Қорықтық. Операциядан кейін асқынулар болатын шығар деп, өйткені ұзақ операция жасаған кезде жара бәрі көлемде ашық тұрады. Инфекция болу неменесі қауіп өте жоғары. Бірақ сәтін салғанда ойдағыдай шықты. Әлі күнге дейін хабарласып тұрады ол пациент. Қазір шетелде студент. Былтырлар ма бір хабарласқан, каникулға келдім, көрініп кетейін деп едім деп. Енді біздің операциядан кейін ары қарай химиотерапия алады, жаңағы арнайы курстарды өтті. Бірақ ерте уақытында анықталды, сол кезде бізде мүмкіндік болды. Сіздің кеңесіңізді тыңдамай, шетелге барып қайтадан өкініп кешірім сұраған сондай бір оқиғаны естідік, оқыдық, нақтырақ айтқан кезде. Сол туралы енді өз аузыңыздан естісек осы оқиғаны, өте қызықты бір оқиға болыпты, әлеуметтік желіден оқыдық. Ол сол остеонкология отделениесінің бөлімшесінде біз емдеп жүрген кезде науқастарды бір жасөспірім баланы алып келді, 15 жасар. Алдыңғы алған биопсиясында,
бізге әкеп біз қайтадан тексердік, онан кейін республикалық диагностикалық орталықта сол уақытта синцитограф әкеп қойып жатты да, пет қойып жатты. Сол петпен де тексердік, клиникасын көрдік, биопсия алдық. Ол қатерлік ісік емес, пограничный дейді, остеобластокластома болды. Остеобластокластома кезінде басқа тактика. Содан кейін сол операцияны біз жаңағы биопсиясын алдық, ата-анасы келісті, әкесі жаңағы бір үлкен лауазымдағы құқықтық органдарда жұмыс істейтін генерал болды. Содан кейін біз жаңағы операциямызды жасап, бәрі заключениемізді беріп, ауруханадан сәтті шығып кеткен. Бір айға жетпейді, жаңағы бірінші баланы ертіп, мамасы келді. Осындай, сіз дұрыс жасамағансыз, бізге осындай, рентген бәрін компьютерін көріп айтты, сіз қателескенсіз деп. Соны мен түсіндіріп айттым, қателесу мүмкін емес, ол шешімді не болса сізге оны кім айтып отыр десем, айтпайды. Жоқ, біз сізбен әлі көрісеміз, соттасамыз. Онан кейін бір-екі аптадан кейін әкесі келді. Жаңағыдай кабинетіме кіріп, столымды көтеріп, лақтырып, маған қоқаңға көрсетіп, мен айттым, онда анықтайық, қайтадан биопсия алыңыздар, бізге сенбесеңіздер, зерттеңіздер деп. Содан кейін естідім, Алматыда жаңағы биопсияға алыпты деп. Оны жаңағы палатасындағы дәрігер болған қарауымдағы істейтін әріптесім айтты, Ерсұқаш. Осы тақауды естідім, ана балам маған звондады, біз Алматыдан биопсия алдық, қазір Швейцарияға жібердік, Израильға жібердік деп. Жарайды дедім. Олай ортада мен Семейге ауысып кеттім. 2016 жылы Семейге мен халықаралық қатынастар стратегиясы бойынша проректор болып келдім. Осы халықаралық қатынастарды ұйымдастыру бойынша. Онан кейін экспо өтетін кезде қайта бардым. Жаңағы экспоны өткізу керек деп. Онан кейін 2013 жылы конкурспен осында қайта келдім. Соның бір күні таңертең жұмысқа келе жатсам, уже 3 жыл өтіп кетті ғой. 3,5 жыл өтіп кетті. Ана жақ ол кезде оң жақтағы кіреберістен кіреді. Кіріп түсіп жатсам, мына жердегі артқы кіреберісте жаңағы әкесі мен шешесі тұр енді. Тақай берген кезде танып қойдым. Соны ойладым, мен әксір тағы да ары қарай жалғастырып жатыр екен ғой. Тағы да баяғы ұрыс керіс болады екен деп. Бірден кіріп келе жатып, көріп келе жатып сөйлеп айттым. Мен сіздермен ұрысым, дауласатын уақытым жоқ, жұмысым тығыз. Қандай да бір жаңағы претензияларыңыз болса, сотқа не болмаса министерствоға бірдеңе жазыңыздар деп. Ана әкесі қолымнан ұстай алды. Інішек тұра тұр. Мен кеше түнде келгем, Семейге қай жерде тұратынымды таба алмадық. Таңертең осы 7-тен бері осы жерде тосып тұрмыз. Сөйлесейік, біз артып кетіппіз, кешірім сұраймыз деп. Мен де ондайды естігеннен кейін тоқтап, соны сұрадым, қалай болды. Сөйтсем, сол контрольный биопсия алып Швейцарияға жіберген. Швейцарияда қандай операция жасалды, немен жасалды деп қосымша сұраған. И қорытынды берген. Биопсияда дұрыс, диагностикада дұрыс, тактикада дұрыс, и қолданылған операцияда дұрыс деп. 2 жыл болды сені Астанадан ұстай алмай жүрмін. Сен біресе Семейге кетіп қаласың, біресе Астанаға келесің. Ұлым қазір шетелде студент оқып жатыр. Өзім қазір дінге бой бұрғам, жатсам тұрсам, соны есімнен кетпейді. Саған артық айтқан сөздерім, сенің қоқан-лоққы көрсеткенім, сенің өзіңе, семьяңа неше түрлі айтқан енді. Соны енді осы дүниеде жүріп кешірім сұрауым керек деп келіп отырым деп кешірім сұраған. Анда-санда жаңағы баласы электронды почтама жазып тұрады жағдайын. Енді 3 жылдан кейін келіп кешірім сұрады. Болды ондай басымызда. Одан да басқа жағдайлар болған енді.
мына жерде бұл кісілерді де түсінуге болады, өйткені баласы ғой. Біріншіден, екіншіден қателестік па жоқ па, егер қателесіп ертең бала жаңағы метастаз беріп өліп қалып жатса, міндетті түрде біздің қателігіміз, онда енді біз мойынмен көтеруіміз керек. Бірақ біз сенімді болдық та, соған қарамай. Сол кешірім сұрауға келген кезде мен сұрадым, жақсы кешірдім, бірақ сіздерді кім осылай? Енді және айтып жатырмыз ғой, қаншама әріптестеріңмен технологиялармен бөлісіп тәрбиелеп сөйтесің, бірақ соның ішінде де сатқындар болады. Сонда кезінде өзім қарауымда істеген бірталай технологияларды біз команда болып жүріп үйреткен, бірақ өкінішке орай өзі араққа салынып кетіп біздің командадан шығып қалған азамат екен. Азамат деп айтуға келмейді. Сол аналарды тауып алып айтқан ғой, мынау кісінікі дұрыс емес, қате деп. Содан барып күмән пайда болды дейді. Енді оны өзі бір Алла кешірсін, мен одан кейін ол жігітті артынан іздеп, сен неге сөйтіп айттың деген емес. Швейцарияға барғаннан кейін Израильға жіберген өздері көздері жетіп келіп кешірім сұрады. Сондай басымыздан өткен. Өмірлік принциптеріңіз бар ма? Қандай принциптерді ұстанасыз? Бар, міндетті түрде бар. Ең бірінші адал, әділ, таза өмір сүру. Қандай қызметте жүрсең де, қандай деңгейде жүрсең де, адал болсаң, әділ болсаң, таза жүрсең, онда қоғамда, әріптестеріңде, қоршаған ортаңды құрметтейді, сыйлайды. Осы принципті ұстай алмасаң, мен ойымша, біреу қорққаннан сыйлауы мүмкін, біреу әзер шыдап құрмет етуі мүмкін. Шынайы, таза, адал өмір сүрсең, мен ойымша, өйткені тағы да айтамын, енді бізге әке-шешеміз айтты, сонымен қоса өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқан принциптер бар. Біз енді айта кетейін, дүттің ұрпағы дейді қазақта. Дүт деген титулды жеті атасынан билік кетпегендерді айтады. Халықтың, елдің шексіз сеніміне ие болған адамдарға сондай титул береді екен. Осы біздің, мен атаммен келіп тоқтаған енді ол кісі молыс болған. Сонда әкем алғай айтып отырады, тегінде есіңді ұста, сен дүттің ұрпағысың. Дүт деген титулды қазақтар екінің біріне бермеген. Мысалға, өзінің жасы келген кезде халықтың алдына шығып айтады екен, менің жасым келді, ары қарай мен елді басқара алмаймын, өздерің сайлаңдар, кімді сайлаймыз деген кезде халық айтады екен, не сенің ініңді, не сенің ұлыңды, сен сияқты әділ, таза басқарады деп ойлаймыз деп. Сол жеті атадан үзілмесе, деген титул беріледі. Соны енді әкемізден естіп өстік. Ол әлі күнге дейін сол. Мен өз ұлыма айтамын мысалға, қай жерде жұмыс істесең де таза бол, әділ бол, адал бол деп. Әулеттің принципі. Әулеттің принципі. Фобияңыз бар ма? Енді әрбір адамда болады ғой енді фобиялар. Элементарный фобия, мысалы, мен айтқан уақытында кешіксем содан ыңғайсызданамын, жасқанамын, әсіресе ұжымда не болмаса бір коллективді әріптестерімді уақытын тағайындап жинап қойып, содан кейін келе алмай кешігіп жатсам, мен үшін сол қорқыныш. Алдын ала жазуға тырысамын, кешірім сұрауға тырысамын, жеткізбеуге тырысамын. 3 деп айттым ба, 3-ке 5 минут келген кезде қалып, алдын ала келіп отырып. Өйткені өздеріңіз білесіз, өзімізде ұжымда істеп жүрген кезде өзіміздің басшыларымыз уақытын тағайындап, шақырып алып, келмеген уақытта көбіне яғни ренжитініміз, шамданатынымыз. Мына кісі бәрімізді уақытын қойып шақырып алды, енді өзі жоқ. Ондай болса уақытымызды алмай, уақыт бар кезде айтпай ма деген сияқты. Мысалы, әсіресе жаңа айтып отырмын, практикада жүрдік, дәрігер болып, операция, бірдеңе басқа консультациялар бар. Соның бәрін тоқтатса, бастық шақырады екен деп барасың, бастығың өзі жоқ. Содан кейін назаланып жатырмыз. Енді соны өзім қайталамасам екен деп сондай. Сүйікті кітабыңыз?
Менің ең сүйікті кітаптардың біреуі Шыңғыс Айтматовтың кітабы Плаха деген. Жампида дейді. Оқыңыздар, өте жақсы. Бала кезімнен бірнеше рет оқыдым. Осы тақауда тағы да бірлеп оқыдым. Студенттерге кеңес беретін 3 кітап айта аласыз ба? Біздің университеттің студенттеріне қандай кітап кеңес бере аласыз? 3 кітап. Жиі айтамын мен студенттерге. Джошуа Мезичтің өлім қалай өмірге айланды деген кітабы бар. Трансплантология бойынша. Өте керемет кітап. Студенттік кездерден бастап үлкен идеялар қалай технология болып дамитынын. Екінші, осы жиі корпоративтік басқаруда айтып жүрмін. Великие по собственному выбору деген кітап бар. Оны да оқу керек деп ойлаймын. Одан кейін өзіміздің қазақи классиканың әдебиеттегі өте жақсы жастарға тәлім тәрбиесі бар мықты кітаптардың біреуі ол Тағдыр деген кітап оқыса. Сол 3 кітапты ұсына аламын. Енді көп қой кітаптарын, бірақ енді медицинамен, әдебиетпен де жәнегідей әр адам өзінің жеке тұлғасын қалыптастыру үшін керекті кітаптардың біреуі деп сол 3 кітаптың әртүрлісін бағыттап жатырмын. Сүйікті фильміңіз? Олимпиаданың кезінде баскетболдан көрсетті ғой стимулирующий фильм. Движение вверх. Движение вверх. Вот сондай фильмдерді жақсы көремін, ұнатамын, мен ұсынамын. Соңғы рет қашан жыладыңыз? Соңғы рет июньнің аяғы июльде жыладым. Себебін айтпайсыз ба, құпия? Құпия емес, күнделікті пандемия кезінде кетіп жатқан, өнерлік болып жатқан науқастарды камерадан отырып көріп отырдық. Инфекциялық ауруханада. Бұл камера біздің штабта тұрды. Сол кезде біздің жас резидент дәрігерлер сол реанимация бөлімінде жұмыс істеп жатты. Мәйіттерді шығарып жатты. Соны көрген кезде көзім жас кетті. Байқауға кезек берейік. Сіз өзіңіз жауабын білетін сұрақ қоясыз. Оқырмандар сол сұрақты табады. Пікір қалдыру арқылы. Дұрыс тапқан оқырманға өз атыңыздан сыйлық бересіз. Жақсы. Коммерциялық емес акционерлік қоғам Семей медицина университеті деген үкіметтің қаулысы қашан қай күні шықты? Ерсін Тұрсынханұлы, сізбен ашық, еркін, шын сұхбат болды. Уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Рахмет сіздерге де шақырып ұсыныс түсіргендеріңізге.